Бірінші Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 3-ші курс білім алушысы Тырыстиева Айкен қашықтықтан оқыту бойынша математика пәнінен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Құрама есептер дегеніміз екі не одан да көп амалдар арқылы шығарылатын есеп. Құрама есептер. Менен кейін қайталашы. Composite reports. Құрама есептер. Composite reports. Жарайсың. Енді құрама есептерге байланысты есептерді бірге шығарып көрейік. Есеп берілген оқимын, сен мұқият тыңдай ғой. Бірінші торда 14 түлкі бар. Бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Екі торда барлығы неше түлкі бар? Мен нені оқыдым? Сіз есеп оқыдыңыз. Жарайсың. Есеп дегеніміз жауабы арифметикалық амалдардың көмегімен тұжырымдалатын сұрағы бар мәтін. Есептің құрамдас бөліктерін атай қойшы. Есептің шарты, сұрағы, шешуі, жауабы болады. Жарайсың. Енді мен оқыған есептің берілген мәліметі мен ізделінді мәліметін ажыратып алайық. Біздің есепте не белгілі? Бірінші торда қанша түлкі болғаны белгілі. Иә, ал біз нені табуымыз керек? Екінші торда қанша түлкі бар екенін табуымыз керек, және барлығы қанша түлкі екенін табуымыз керек біз. Жарайсың. Енді есептің шартын құрастырып көрейік. Дәптеріңе құрастыра ғой, кейін бірге тексереміз. Шартын құрастырып бітсең, есебіңнің шартын оқи ғой. Бірінші торда 14 түлкі. Бұл 2 есе артық. Сызық үстіге стрелка қоям. Белгісіз түлкі. Екінші торда белгісіз түлкі. Барлығы қанша түлкі? Жарайсың. Енді есептің шартының дұрыс еместігін тексеріп көрейік. Назар аудара қойшы. Сенің құрған шартың дұрыс па екен? Дұрыс. Жарайсың. Енді біз бұл есептің шешуін табуымыз керек. Бұл жерде біз неше амал қолданамыз? 2 амал қолданамыз. Жарайсың. Енді есептің шешуін бірге құрастырайық. Егер бірінші тордағы түлкінің саны екінші торға қарағанда 2 есе артық болса, қандай амал қолданамыз? Бөлу. Иә, енді есептің шешуін жазып көре ғой. Шешуі 14 бөлу 2 қосу 14. Тең болады 21. Жарайсың. Енді есептің шешуін тексеріп көрейік. Қарай қойшы, біздің есеп 2 амалмен шығарылған екен. Сенің шығарған есебің өте дұрыс. Екінші тапсырмаға көшейік. Берілген суреттерге байланысты есептің шартын құрастырып және шығар. Суреттерде нелерді көріп тұрмыз? Ағаштарды. Иә, ағаштардың атауын атайықшы. Бірінші ағаш қандай ағаш? Бірінші ағаш қайың. Екінші ағаш ше? Екінші ағаш ермен. Дұрыс айтасың, ал үшінші ағаш? Шарша. Жарайсың Арайлым. Енді осы суреттер мен оның астындағы берілген мәліметтерді құрастыра отырып, бірге есептің шартын құрастырайық. Шартын құрастырып біттік пе? Иә. Шарша 10 метр қосу 2 метр. Тең болады 12 метр. Емен 10 метр азайту 4 метр. Тең 6 метр. Жарайсың Арайлым, есепті дұрыс шығардың. Бүгінгі сабағымызды түсінген сияқтысың. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау бола ғой. Сау болыңыз. А сынып оқушысы Ержан Арайлым Аманжолқызының анасымын. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан білім беріп жатқан барлық ұстаздар мен волонтерларға алғысым шексіз. Қызыма аптасына 3 рет білім беріп, өзінің бар еңбегін, уақытын бөліп жатқан
номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 3 курс студенті Айкен Түрстееваға алғысым шексіз. Қызыма аптасына 3 рет сабақ өтіп, математика пәнінен өрнектегі амалдардың орындалу реті, құрама есептер сияқты жаңа білімді меңгеруде толығымен мағынасын ашып, қызыма толық меңгертті деуге болады. Ол меңгертіп қана қоймай, қосымша шығармашылық тапсырмалар орындатып, қызымның білім алуға деген қызығушылығын одан әрі арттырды. Осы Айкен Түрстеева сияқты білімді, еңбекқор, болашақ мамандарды тәрбиелеп, білім беріп жатқан ұстаздарға алғысымыз шексіз. Сіздер осындай болашақ мамандарды тәрбиелеу арқылы болашағымыздың жарқын болуына үлкен үлес қосып жатырсыздар. Сіздерге алғысымыз шексіз. Біз біргеміз.